Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді пирогтың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай тіркеліп алыңыз. Ең алдымен ыдысымызға қойылатылған сүт. Бізге 400 грамм сгущенка керек болады. Үстінен 2 жұмыртқаны салып, бір араластырып аламыз. Тағы да 2 жұмыртқа салып, миксермен бір араластырамыз. Негізі 3 жұмыртқамен жасаса да болады. Жақсылап араласқан соң үстінен 60 грамм ерітілген сары майды құямыз. Үстінен 1 шай қасық разрыхителмен 140 грамм ұнды екіге бөліп, електен өткізіп салдым. Жақсылап миксермен араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Осы қамырдың 200 граммын бөлек ыдысқа құйып, үстінен 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын қамырымыз. Енді осы қамырды табамызға жақсылап майлап, бірінші қара бөлігін құйып шықтым. Какао қосылған. Одан кейін ақ бөлігін үстіне құйып шықтым. Енді алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын. Жасалуы өте оңай. 3 ғана заттан осындай әдемі дәмді пирог дайын болып шықты. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ал менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мөлдір.